сәлеметсіздер, мен Сәмен Нұрсәуле Саңғалықызы, елбасы медаль бағдарламасынан қола медаль үміткерімін. Кітап оқу бағыты бойынша менің алға қойған мақсатым қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті сөздік қорларын ұштастыра отырып, өзімнің сөздік қорымды байыту және де білімімді жетілдіру. Менің алдағы 3 айға қойған жоспарым алғашқы айда қазақ әдебиетінің алтын қорынан Әбдіжамал Нұрпейісовтің «Қан мен тер» кітабын оқу, ал келесі айда әлем әдебиетінен Шыңғыс Айтматовтың «Ғасырдан ұзақ күн» атты кітабын оқу. Ал соңғы 3-ші айға қойғаным өзін-өзі жетілдіру бағыты бойынша Барбара Шердің «Мечтать не вредно» атты кітабын оқу. Мен қазақ әдебиетінің алтын қорынан таңдаған кітабым ол Әбдіжамал Нұрпейісовтің «Қан мен тер» кітабы. Менің осы кітапты оқудағы мақсатым 19-20 ғасырдағы қазақ халқының тұрмыс жағдайы және де салт дәстүрлерін толықтай меңгеру және де білу болып табылады. Ал менің осы айда қойған жоспарым осы кітапты оқу арқылы бірнеше эсселер, ой толғаулар және де баяндамалар жазу. Ал енді эссеге келетін болсақ, жалпы менің ойымша осы «Қан мен тер» прозасының ымырт атты алғашқы кітабы 19-20 ғасырдағы халықтың немесе сол ауылдағы балықшы отбасыларының күнделікті күнкөрісі, тұрмыс салты жайлы. Оған қоса қазақ халқының орыстарға тәуелді болуымен қатар халық арасындағы қырғындар мен теңсіздіктердің шыға бастауы. Меніңше басты кейіпкер Еламан тұла бойынан намысшыл әрі қайсар жігіт. Алайда ол әділетсіз болса да бақуатты байлардың халыққа көрсеткен араздығына шыдай алмай, тіпті кейде көнбей алмады. Орташа әулеттен шыққан соң ыңғайлы шара қолдана алмады. Бірақ та мен осы кітапты оқып бітіргенге дейін Еламанның әділетке қол жеткізе толықтай сенімдімін. Осы кітаптың келесі бөлімдерінде де қызықты оқиғалардың болатынына мен толықтай сенімдімін.